Pony Joy. Бұл ойын балалардың психикасын бұзатын ойын. Кезінде басталмай тұрып ескертеді. Ойын бірінші түрі әбіржіп, үсті лас-лас болып басталады. Қалағанша сәндесең болады. Түсін боясаң болады. Денесін, шашын және де көз. Қалағанша қойсаң болады. Тұяқ, немесе мүйіз, немесе қанат. Бұл ойында өз білгеніңді істесең болады. Бала келген кезде үсті лас-лас болып келеді. Ол келген кезде біз оны мүйізді басып, оны көтере аламыз. Сөйлесе аласың онымен. Оны бірінші ваннаға апарамыз. Оны апарған соң ваннаны қосып, оны жуындыра бастап, және де оны сабындаймыз. Оны сабындап болғаннан кейін оның үстін ысамыз. Кеткенше оны ысамыз. Ысып болғаннан кейін оны сүлгіні алып үстін сүртеміз. Арасында шаршап ұйықтап қалады. Бірақ та мүйізді басып, оны көтеріп қайтадан оята аламыз. Және де оны көтеріп өзінің бөлмесіне алып барамыз. Өз бөлмесіне апарып, оған өз қалағанымызды істесек болады. Мына жерде әртүрлі батырмалар шығады. Ойымызға не түссе, соны істейміз. Тамақ береміз, өзіміз білгенімізді істейміз. Неден неше түрлі батырмалар тұрады. Соны басып істеп көрсек те болады. Ал егер Понимен сөйлескіміз келсе, қалғанша сөйлесе аламыз. Оның қарны ашқан кезде, я, мен қарным ашты деген кезде, біз оны ұстап кухняға алып барамыз. Оған тамақтар береміз. Арасында ғана ұйықтап қалады. Кезде бағанағы айтқан сияқты, сол сияқты көтеріп оятып аламыз. Оятып алғаннан кейін оны төсегіне апарып ұйықтату үшін жатқызамыз. Баланы тыныштандыру үшін массаж жасап сөйлесеміз. Тамақ ішкің келе ма деген сияқты сұрақтар қоя аламыз. Олар я десе, онда оны кухняға апарамыз. Аяғында жарақат болғаннан кейін оны емдейміз. Сабырлы болсын, массаж жасаймыз. Оны ұйықтатып, осылай өмір әрі қарай істей береміз. Оны және де ұйықтатып тастая аламыз. Оны ұйықтатқаннан кейін мен айтқан бұның қорқыныштысы психиканы бұзатын жері, ол ұйықтатып тастағаннан кейін оны білгеніңді істейсің. Бұл видеода толық көрсетпеймін, себебін өздерің де білетін шығарсыңдар. Егер көргілерің келсе, комментке жазып кетіңдер. Ашып істеп қоямын. Неге осы жері сұмдық.
өздеріңіз не болып жатқанын түсініп жатқан шығарсыздар. Өз қалғанды істегеннен кейін оны емдеуге тырысамыз, бірақ та қолымыздан дым шықпайды. Бәрі кешеді. Өсектің бәрі барини кетчуп болады. Қаныңыздай. Емдей алмайтынымызды білген кезде шындық нәрсе болады. Менде тамақ жемей-ақ көргеніңіз дұрыс деп ойлаймын. Ол жаман болып кетеді. Шында көргенде желкенішті. Өлтірген соң пониді. Қайтып деген падырманы бассаңыздар, қайтадан ойнасаңыз болады. Видеомызда соңына жетіп қалды. Сау болыңыздар, сіздермен болған Диана.